Қайырлы күн достар, мен сіздермен бүгін пастаның рецептімен бөлісемін. Жарты сағатта дайын болады, өте дәмді ас, жасап көріңіздер. Біріншіден осылай чеснокты майдалап тураймыз. 2 бас чеснок кетеді. Каналға жазылып, комментарий қалдырып, қолдау көрсетуді ұмытпаймыз. Пиязымызды барынша майдалап, көбіктеп тураймыз. Мен жарты пияз ғана пайдаланамын. Помидорымызды бөліктерге бөлеміз, ірілеу етіп. Не болмаса черри помидорын 2 бөлікке бөліп пайдалансақ болады. Болгар бұрышының 1/4 бөлігін аздап көбіктеп тураймын. Міне біздегі ингредиенттер дайын. Табаны қыздырып, 2 ас қасық көлемінде сұйық май құямыз. Қыздау деген кезде фаршымызды салып, жақсылап қуырамыз 3-4 минут арасында. Фаршымыз жақсылап қуырылдау деген кезде чеснокты қосып, жақсылап араластырып қуырамыз, және де пиязды қосып қуырамыз. Пиязымыздың суы фаршқа демлеп сіңу үшін крышкасын жауып 2-3 минутқа қоямыз. Және де крышканы ашып, яғни қақпағын ашып, қазанның помидор мен болгар бұрышын қосып, жақсылап араластырамыз. Тағы да 2-3 минут көлемінде қуырамыз. Қалауыңызша тұз және орегано қоссаңыздар болады, специялар қоссаңыздар болады, өздеріңіздер қалауыңыз бойынша қара бұрыш қосуға болады. Және де мен сливки қосамын 100 грамм көлемінде, және де 100 грамм көлемінде сүт қосамын. Жақсылап араластырып, қақпағын жауып 20 минутқа бұқтырамын, баяу отта. Енді біз суымызды қайнатып, тұз салып, спагеттиімізді пісіреміз. Менде барилла спагетти. Спагеттиді біз 10 минут көлемінде пісіреміз. Міне біздің спагеттиіміз пісіп жатыр. Пастамызға қосып, тағы да 2-3 минутқа баяу отқа бұқтырамыз.
араластырып, бетіне 50 грамм көлемінде пармезан сырын себеміз. Қақпақты жауып 2-3 минутқа қоямыз. Осымен біздің пастамыз дайын. Жасап көріңіздер, өте дәмді әрі оңай дайындалады. Каналға жазылуды ұмытпаймыз.